ядролық сынақ полигоны дүние жүзіндегі жарылыс өткізуге арналған ең үлкен алаң болатын. Ол жерде сыналған ядролық зарядтардың жиынтық қуаты Хиросимаға тасталған атом бомбасының қуатынан 2,5 мың есе асып түседі екен. Сынақ жер бетінде де, ауада да, жер астында да жүргізілген. Полигонның маңындағы зардап шеккен аумақ 300 мың шаршы шақырымды құрайды. Бұл картиналар бүкіл әлемге танымал. Ал олардың авторы ядролық сынақтардан зардап шеккен әйгілі суретші. Кәріпбек Күйіков 60-шы жылдардың соңында Семей полигонынан 100 шақырым жерде орналасқан Егіндібұлақ атты шағын ауылда дүниеге келген. Ол ата-анасының сағына күткен баласы еді. Бірақ ерлі-зайыптылар өз сәбиін көргенде шошып кетеді. Жас нәрестенің екі қолы бірдей жоқ. Оның үстіне бүкірі болатын. Туа бітті кемтарлығына қарамастан бала тірі қалады. Тіпті ядролық қаруды пайдалануға қарсы күрестің шынайы белсендісіне айналды. Ол Невада Семей қозғалысына қатысып, Нобель сыйлығына ұсынылды. Атом жобасының құрметті елшісі, ядросыз болашақ үшін сыйлығының лауреаты. Мне рассказывали мои родители. И вот то, что у меня накопилось в то время, мне хотелось изобразить в своих работах. Оның картиналары жай ғана бояу жағылған кенеп мат емес. Дүниежүзілік қоғамдастыққа жолданған үндеу іспетті. Соғыс мақсатында қолданылатын атомның қандай сұмдыққа жеткізетінін түсінуге шақырады. Халықаралық антиядролық қозғалыстың белсенділері ғаламшарымыздың әскери мақсаттағы атомдық сынақтардан онсыз да қатты зардап шеккенін қайталаудан талмай, аспанымызда енді қайтып ядролық жарылыстың жарқылдамауы үшін күресуде.